Құрметті тыңдаушылар, қазақ тіл білімінің дәрістерін жалғастырамыз. Бүгін 4-ші дәріс. Дәрістің тақырыбында жалғауларды, морфологияны, оның ішінде зат есімді қарастыратын боламыз. Жалғау сөз бен сөзді байланыстырады. Жалғаудың 4 түрі бар. Көптік жалғау, тәуелдік жалғау, септік жалғау, жіктік жалғау. Алдымен көптік жалғауға тоқталайық. Сөздер жекеше түрде және көпше түрде қолданылады. Көптік мағынаны білдіру үшін сөздерге көптік жалғау жалғанады. Көптік жалғаулары: лар, лер, дар, дер, тар, тер. Мысалы, ағаштар, адамдар, көшелер, қыздар, кітаптар, дәптерлер, үйшіктер деп жалғастыра беруге болады. Көптік жалғаудың беретін қандай мағыналары бар? Көптік жалғаудың мағыналары: бірінші, көптік жалғау бір заттың көп адамға тән немесе ортақ екенін білдіреді. Туған жерлеріңді ұмытпаңдар сөйлеуінде туған жер сөзі бір затты білдіріп тұр. Себебі адамның бір туған жері бар. Екіншіден, көптік жалғау жалпы есімге жалғанса, жинақтау, топтау мағынасын білдіреді. Кеше асандар жеңіліп қалды. Сөйлеміндегі асандар сөзі асан және оның қасындағы адамдар деген ұғымды білдіреді. Үшіншіден, көптік жалғау сан есім мен мезгіл үстеуге жалғанса, болжалдау, мөлшерлеу мағынасын береді. Ол бестерде келеді. Марат ертеңдері жетіп қалады деген сөйлемдердегі бестерде, ертеңдері сөздері болжалдау ұғымды білдіріп тұр. Көптік жалғау жалғанбайтын сөздер мен сөз тіркестері бар. Біріншіден, көптік ұғымды өзінің лексикалық мағынасымен білдіретін зат есімдер бар. Ондай сөздер ұн, шаң, құм, қан, нан сияқты сөздер бұлар көптік ұғымды өздері білдіріп тұрады. Сан есіммен тіркескен сөздер көптік жалғауды қабылдамайды. Мысалы, 5 үй, 10 оқушы, 5 адам деген сөздерде сөздер сан есіммен тіркессе көптік жалғау жалғанбайды. Жалпы есімдер ай, Марс, Алматы, Арал теңізі деген сияқты жалпы есімдерге көптік жалғау жалғанбайды. Екінші жалғаудың түрі тәуелдік жалғау. Тәуелдік жалғау заттың біреуге немесе бір нәрсеге тәуелді, меншікті екенін білдіреді. Тәуелдік жалғаудың 3 жағы бар және әр жақтың өзіне тән жалғаулары болады. Жекеше түрде бірінші жақта ым, екінші жақта ың, үшінші жақта ыңыз, ыңыз, ңыз. Үшінші жақта с, ы. Көпше түрде бірінші жақта ымыз, мүз. Екінші жақта тарың, терің, дарың, дерің, ларың, лерің, тарыңыз, деріңіз, дарыңыз, деріңіз, ларыңыз, леріңіз. Үшінші жақта с, ы. Жалғаулары. Мысалға, жекеше түрде менің досым. Дос жуан дауысты сөз, сондықтан жалғау жуан жалғанады. Менің досым, сенің досың, сіздің досыңыз, оның досы. Көпше түрде біздің досымыз, біздің достарымыз, сендердің достарың, сіздердің достарыңыз және олардың досы.
Сөздер екі түрлі тәуелденеді. Оңаша тәуелдену және ортақ тәуелдену. Оңаша тәуелдену бір не бірнеше заттың бір ғана затқа меншікті болуын білдіретін тәуелдену, яғни жекеше түрде тәуелдену. Ортақ тәуелдену бір немесе бірнеше заттың көп затқа меншікті болуын білдіретін тәуелдену, яғни көпше түрде тәуелдену. Оңаша тәуелденуге мысал келтірейік. Менің үйім, менің үйлерім, сенің үйің, сенің үйлерің, сіздің үйіңіз, сіздердің үйлеріңіз, оның үйі, олардың үйлері. Ортақ тәуелденуде біздің үйіміз, біздің үйлеріміз, сендердің үйлерің, сіздердің үйлеріңіз, олардың үйлері. Қосымша айта кетер, тәуелденген сөз ілік септігіндегі сөзбен тіркеседі. Мысалы, мектептің ауласы, университеттің дәрісханасы, кейде ілік септігінің жалғауы жазылмайтын кезең болады. Мысалы, мектеп ауласы. Біздің, сіздің есімдігімен тіркескен сөздерден тәуелді жалғау кейде түсіп қалады. Біздің ауылымыз, біздің ауыл, сіздің үйіңізде, сіздің үйде деген сияқты. Кей уақытта тәуелді жалғау түсіп жазылады. Үшінші жалғаудың түрі септік жалғау. Қазақ тілінде 7 септік бар. Төменде септік атаулары, сұрақтары, жалғаулары берілген. Атау септік, сұрағы кімне, жалғауы жоқ. Ілік септіктің сұрақтары кімнің, ненің, жалғаулары ның, нің, дің, дің, тың, тің. Бас септігі сұрақтар кімге, неге, жалғаулары қа, ке, ға, ке, на, не, а, е. Табыс септік жалғаулары кімді, нені, жалғаулары ны, ды, ты, ын. Жат септік жалғаулары кімде, неде, жалғаулары да, де, та, те, ында, інде. Шығыс септік жалғаулары кімнен, неден, сұрақтары жалғаулары данден, тантен, наннен. Көмекті септік жалғаулары кіммен, немен, жалғаулары мен, бен, пен. Мысал ретінде тақта сөзін алайық. Атау септік тақта, ілік септік тақтаның, бар септік тақтаға, табыс септік тақтаны, жат септік тақтада, шығыс септік тақтадан, көмектес септік тақтамен. Тақта жуан дауысты дыбыс болғандықтан оған жуан жалғаулар жалғанады. Енді жіңішке дауысты дыбысты алайық. Мысалы, жіңішке дауысты дыбысы бар сөз есік. Атау септік не есік, ілік септік ненің, есіктің, бар септік неге, есікке, табыс септік нені, есікті, жат септік неде, есікке, шығыс септік неден, есіктен, көмектес септік немен, есік, пен. Сөздің септік жалғауды қабылдауын септелу дейді. Септелудің екі түрі бар. Жай септелу, тәуелді септелу. Жай септелу сөздердің түбір күйінде септелу. Үйге, үйді. Тәуелді септелу тәуелденген сөздің септелуі. Мысалы, үйіме, үйін. Яғни сөзге тәуелді жалғау жалғаннан кейін барып,
септік жалғау жалғанса, оны тәуелді септелу деп айтамыз. Енді септік жалғаудың беретін қандай мағыналары бар екен? Септік жалғаудың мағыналары: біріншіден, ілік септігі бір заттың екінші затқа тәуелді немесе қатысты екенін білдіреді. Мысалы, алма ағашы. Екінші, барыс септігі қимылдың бағытын, мақсатын, мезгілін білдіреді. Ол далаға кетті. Бағыты дала. Ол оқуға кетті. Мақсаты оқу үшін кетті. Мен оны түске шақырдым. Мезгілді білдіріп тұр. Қай кезге? Түске шақырдым. Үшінші, табыс септігі объектіні білдіреді. Мысалы, мен сөмкені алдым. Нені? Сөмкені. Төртіншіден, жатыс септігі мекендік, мезгілдік мағына білдіреді. Әли тұрады. Қалада тұрады. Қайда тұрады? Қалада тұрады. Мекенді білдіреді. Оспан жазда келеді. Қай кезде? Мезгілді білдіріп тұр. Жазда келеді. Бесінші, шығыс септігі іс-қимылдың шыққан орнын, мезгілін, себебін білдіреді. Мен әкемнен алма алдым. Кімнен? Әкемнен. Алтыншы, көмектес септігі іс-қимылдың орындалу амалын және ортақтасу қатынасын білдіреді. Мысалы, мен атпен келдім. Мен немен келдім? Атпен келдім. Келесі жалғаудың түрі жіктік жалғау. Жіктік жалғау бастауыш пен баяндауышты байланыстырады. Сондықтан жіктік жалғаулы сөз баяндауыш болып, сөйлемді аяқтап тұрады. Жіктік жалғау кез келген есім сөзге жалғана бермейді. Тек адамның кім екенін, қандай екенін білдіретін және кәсібін көрсететін есім сөзге жалғанады. Мен оқушымын. Сен ақылдысың. Сіз үшіншісіз. Мен кіммін? деген сияқты сөздерде адамның кім екенін және кәсібін білдіріп тұрған сөздер. Сөздің жіктік жалғауды қабылдауын жіктелу дейді. Сөздер үш жақта және жекеше көпше түрде жіктеледі. Етістік пен есім сөздердің жіктелуінің кестесі берілген. Жекеше бірінші жақта есім сөздің жіктелуі: мен дәрігермін. Екінші жақта сен әншісің, сіз әншісіз, ол әнші. Көпше түрде қалай болады? Көпше түрде біз әншіміз, бірінші жақ. Екінші жақта сендер әншісіңдер, сіздер әншісіздер. Үшінші жақта олар әнші. Енді етістіктің жіктелуіне назар аударыңыздар. Бірінші жақта мен келемін. Екінші жақ сен келесің, сіз келесіз. Үшінші жақта ол келеді. Көпше түрде етістіктің жіктелуі: біз келеміз, бірінші жақ. Екінші жақ сендер келесіңдер, сіздер келесіздер. Және үшінші жақ олар келеді. Жіктелудің түрлері кестесі берілген. Бірінші жақ жай жіктелуде бұйрық рай: мен айтайын. Жай жіктелуде мен айтамын, сен айтасың, сіз айтасыз. Бірінші жақ. Екінші жақта бұйрық рай: мен айтайын, сен айт, сіз айтыңыз. Үшінші жақ. Шарт рай: мен айтсам, айттым, сен айтсаң, айттың, сіз айтсаңыз, сіз айтсаңыз, айттыңыз, ол айтса, ол айтты. Жедел өткен шақта мен айттым, сен айттың, сіз айттыңыз, ол айтты. Енді сіздердің назарларыңызға жалғаулардың емлесі ұсынылған. Қосарлы ңды, ңпы, ңкі, кт, ңбы, ска, фт дыбыстарына аяқталған орыс тілінен енген сөздерге қосымша
дәнекері арқылы жалғанады. Штамплау, киоскілер, шрифтіге мысал ретінде алынған. Қосарлы ыс, ыл, ым, т дыбыстарына аяқталған орыс тілінің сөздеріне қосымша жалғанса, қосарлы дауыссыз дыбыстың соңғысы түсіп қалады. Прогресс, прогресстік, металл, металдар, грамм, граммнан. Қосарлы з-ды дыбыстарына аяқталған орыс тілінің сөздеріне қосымша жалғанса, қосарлы дауыссыз дыбыстың соңғысы түсіп қалады. Ведомостьқа, треске, подъезге. Қосарлы о, у, ырк, ырг, ынк, ынг, кс, кт, іс, ың, қыл, бір, бы дыбыстарына аяқталған орыс тілінің сөздеріне қосымша жіңішке жалғанады. Педагогтер, паркпен, ансамбльге, пункті деген сөздерде қосымша жіңішке жалғанады. Айта кетерлік қосымша, жіңішкелік белгісімен аяқталған сөзге дауыссыз дыбыстан басталатын қосымша жалғанса, жіңішкелік белгі жазылады. Секретарьға, фестивальді, тағы басқа да мысалдар. Ал дауысты дыбыстан басталатын қосымша жалғаса, жіңішкелік белгі түсіп қалады. Секретары, автомобилім, фестивалі деген сөздерді түсіп қалады. Екінші, оф, еф жұрнақтары арқылы жасалған адам тегіне қосымша түбір сөздің соңғы буынындағы дауысты дыбыстың жуан жіңішкелігіне қарай жалғанады. Мысалы, Жабаевтың мұндағы соңғы буын жуан, жабай деген сөзде. Сондықтан сөзге жуан жалғау жалғанып тұр. Әуезовтың соңғы буын уез жіңішке. Яғни жалғау да жіңішке жалғанады. Морфология. Келесі. Морфология сөз таптарының атқаратын қызметін, сұрағын, мағынасын, түрленуін қарастырады. Сөз таптарына үш түрлі сөз жатады. Бірінші, атауыш сөз. Белгілі бір ұғымның атауы болатын мағыналы сөздер. Адам, кім адам, жасыл, қандай жасыл. Одағай сөздер. Одағай сөз адамның түрлі көңіл-күйін білдіретін және жануарларды шақыруда қолданылатын сөздер. Па, шіркін, әттең, шөрі. Үшінші, көмекші сөз. Лексикалық мағынасы жоқ, басқа сөздің жетегінде жүретін сөздер. Олар көмекші есім, алды, арты, түсті, жаны, маңы деген сияқты сөздер. Шылау сөздер, әрі, соңы, тағы басқа сөздер. Көмекші етістіктер. Жазда, де деген етістіктер. Көмекші. Енді сөз таптарына келейік. Сөздердің мағынасына, сұрағына, түрленуіне, сөйлемдегі қызметіне қарай тоқталу сөз таптары дейді. Қазақ тілінде 9 сөз табы бар. Олар зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, етістік, үстеу, еліктеу сөз, шылау, одағай сөздер. Зат есім. Заттың, ұғымның, құбылыстың атын білдіретін сөздер. Сұрақтар не, кімдер нелер? Зат есімдер тұлғасына қарай негізгі зат есім және туынды зат есім болып бөлінеді. Негізгі зат есім бөлшектенбейтін түбір зат есім. У, ат, аң. Туынды зат есім жұрнақпен жасалған зат есім. Білім, достық деген сөздер. Зат есім құрамына қарай дара зат есім, күрделі зат есім болып бөлінеді.
Дара зат есім бір ғана түрде тұрады. Мысалы, от, ара, қан, оқушы. Күрделі зат есім кемінде екі сөзден тұрады. Мысалы, аққу, ата, ана. Зат есімдер мағынасына қарай деректі зат есімі, дерексіз зат есімі бөлінеді. Мысалы, көзбен көрінетін заттың атауы деректі зат есімі. Мысалы, су, қан, көзбен көреміз, қолмен ұстаймыз. Ал дерексіз зат есімі оймен білінетін ұғым мен құбылыс атауы. Мысалы, қайғы, арман, қуаныш, ақыл деген зат есімдер. Зат есімдер атауына қарай жалпы есім және жалпы есімге бөлінеді. Жалпы есімдер бір тектес заттардың жалпы атауы. Кісі, өзен, тау атаулары. Жалпы есімдер бір тектес заттардың жеке атауы. Жалпы есімдерге біріншіден кісі аты, тегі, лақап аты жатады. Асан, Ораза. Кез келген адамның аты жатады. Жер, су атаулары, облыс, қала, көше, тағы басқа атаулар. Мысалы, Жетісу, Іле, Қарағанды қаласы, Есіл өзені. Астрономиялық атаулар: Марс, Ай, Жер, Күн, Юпитер. Аң, құстың жеке атауы: Ақтөс, құлагер деген мағынада. Шығарма атаулары, кітап, ән атаулары: өзен, қыз, қарқаралы, жазғытұрым. Мекеме атаулары: шын, кітап, сайран, автотұрағы. Көмекші есім: лексикалық мағынасы жоқ, сөйлемде екінші бір сөздің жетегінде қолданылатын сөздер. Мысалы, сыр, іш, маңы, алды, арты, үсті, қасы, жағы, тағы басқа. Үстелдің үсті, кітаптың асты деген мағынасы. Осымен дәрісіміз аяқталды. Дәрістің бақылау сұрақтары: сөзден сөзді не байланыстырады? Екінші сұрақ: жалғаулардың қандай түрлері бар? Келесі: сөздер қандай түрде қолданылады? Келесі сұрақ: көптік мағынаны білдіру үшін сөздерге қандай жалғау жалғанады? Келесі сұрақ: көптік жалғаудың беретін мағыналары қандай? Көптік жалғау жалғанбайтын сөздер мен сөз тіркестері қандай? Келесі сұрақ: заттың біреуге немесе бір нәрсеге тәуелді меншікті екенін білдіретін қандай жалғау? Келесі сұрақ: сөздер қалай тәуелденеді? Келесі сұрақ: тәуелдік жалғаудың өзіне тән қандай жалғаулары бар? Тәуелденген сөз қай септіктегі сөзбен тіркеседі? Қазақ тілінде неше септік бар? Келесі сұрақ: септік атаулардың сұрақтары мен жалғауларын атаңыз. Келесі сұрақ: септелудің қандай түрлері бар? Келесі сұрақ: септік жалғаудың беретін қандай мағыналары бар? Жіктік жалғау қандай жалғау? Сөздің жіктік жалғауды қабылдауын қалай айтады? Жалғаудың қандай емлелері бар? Келесі сұрақ: морфология нені қарастырады? Сөздердің мағынасына, сұрағына, түрленуіне, сөйлемдегі қызметіне қарай топталуын не деп айтады? Қазақ тілінде неше сөз табы бар? Заттың, ұғымның, құбылыстың атын білдіретін сөз табы қалай аталады? Зат есім тұлғасына қарай, құрамына қарай, мағынасына қарай қалай бөлінеді? Лексикалық мағынасы жоқ, сөйлемде екінші бір сөздің жетегінде қолданылатын сөздер қалай аталады? Осымен 4-ші дәріс аяқталды. Дәрістің жалғасын 5-ші дәрісте жалғастырамыз.